Мен осыдан 5 жыл бұрын үйленгем. Ауылда біз сияқты жастарға жұмыс табу оңай болмаған соң, сыныптас жігіттермен бірге Орал жаққа жұмыс істеуге кеткенбіз. Келіншегіммен сол жақта таныстық. Ойда қырда 3 жігіт оралдық аруларды ауылға келін етіп әкелдік қой. Басында анам аттай тулаған, ит жеккенен қатын алғаның қайсасқаның. Сондай қара қатын өз ауылымыздан табылмады ма? Деп жеке шығарып алып айқайлаған. Сүйіп қосылған, әрі аяғы ауырлап қалған әйелімді далаға тастап кетпеймін ғой. Не десеңіз де мен Гүлжанды сүйемін. Одан басқа қызға үйленбеймін деп тұрып алдым. Аллаға шүкір, қазір бір ұлымыз бар. 5-ке толды. Тілі тәтті былдырлап, әрдеңені бір айтады. Соңғы кездері келіншегімнің қабағы бір ашылмай қойды. Өзінен өзі ашуланып, екеуміз оңаша қалсақ, бұрқылдап жылайтынды шығарды. Басында жақтырмай не боп қалды, ата-анаңды сағындың ба тағы деп сұрайтынмын. Ештеңені ашып айтпайтын. Сөйтсе